Тұрғын үй кезегіне тіркеле алмайтын жандар үшін қамқор бағдарламасы таптырмайтын мүмкіндік. Бұл санатқа медицина мамандары мен мұғалімдер, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары, ғылыми қызметкерлер мен журналистер сынды тағы басқа да сала өкілдер жатады. Өтінімдер 28 қарашаға дейін қабылданады. Ол үшін соңғы 5 жыл ішінде өтінім беруші мен оның отбасы мүшелерінің атында тұрғын үй тіркелмеген болуы шарт. Жобаға қатысушы 20 миллион теңге көлеміндегі үй жобасын ұсынып, оны 6% несие негізінде 20 жылға дейін рәсімдей алады. Алғашқы жарна 10% құрайды. Егер сіз таңдаған үй бағасы 20 миллион теңгеден асар болса, қалған соманы өз есебіңізден төлеп, жобаны жалғастыра аласыз. Қатысушының жасы 63-тен аспауға тиіс. Екінші талап ол Қазақстан бойынша өзінің атында 5 жыл бойы атында үй болмауы тиіс, және де оның отбасы мүшелерінде де ешқасында үй болмауы тиіс осы 5 жылдың соңында. Содан кейін ол Шымкент қаласы тұрғыны болу керек, ол пропискада болу керек. Сосын өзінің маманы бойынша кемінде 6 ай жұмыс істеуі. Қамқор бағдарламасын қаржыландыруға 8 миллиард теңге бөлінген, оның 5 миллиарды жергілікті бюджет есебінен болса, 3 миллиарды отбасы банк тарапынан ұсынылған. Соның негізінде 400 азаматты баспанамен қамту жоспарланып отыр, ал былтыр 150 отбасы осы жүйе негізінде баспаналы болған. Өтінім беру мерзімі аяқталғаннан соң арнайы комиссия құрылып, үй алуға ниетті азаматтарды белгіленген критерийлер шеңберінде іріктейді. 28-нен кейін өтінім аяқтау мерзімі аяқталғаннан кейін өтінімдерді қарау мерзімі басталады. Оны өтінімдерді отбасы банк қарайды. Сіздің төлем қабілеттілігіңізді барлығын осы банк арқылы тексеріледі. Ескеру керек жайт бар. Өтінім берушілерді іріктеу барысында үй алуға ниетті азаматтың некеде тұрған жыл саны, балалар саны, Шымкент қаласында тіркеуде тұрған жылының ұзақтығы мен отбасы банк шотындағы депозит мөлшері негізге алынады. Есептеу нәтижесінде үміткерге балл қойылып, көрсеткіші жоғары 400 азамат баспаналы болмақ. Қанат Жолдасбек, Рулан Рүстемов, Диана Алиқызы, жаңалықтар.